Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіңірі шыққан кедей отбасында дүниеге келдім. Анамда қызық. Бір үзім нанға жарымай отырып топырлатып бала туа берген. Мен үйдің 3-ші қызымын. Үйде 6 баламыз. Үнемі қарнымыз тоймай, аш жүретін едік. Тіпті көршінің үйінде, туыстарымыздың үйінде той болса екен деп тілейтінбіз. Өйткені той болса, анам сол жақтан пакет-пакетімен тамаға келетін еді. Көшеде кетіп бара жатып, бір жерден құдалық, қыз ұзату, сүндет тойға дайындалып жатқанын көрсек, іштей тілейтінбіз, той тезірек өтсе екен. Өйткені той өткен соң, анам сол жаққа барып, дастарханнан артылған тамақты жинап әкелетін. Бірде үлкен әпкем екеуміз аулада ойнап жүріп едік. Анам үлкен пакеттер көтеріп келе жатты. Түрі шаршаңқы, бірақ көзінен қуаныш байқалды. Біз алдынан жүгіріп шықтық. Ол біреу көріп қоймасын дегендей, бізге ымдап, үйге тезірек кіруімізді айтты. Біз төргі бөлмеге жүгіріп кірдік. Анам пакеттерді жерге қойып, ішіндегілерді шығара бастады. Мынау тойдың кәделі асы, деді ол үлкен ет кесектерін көрсете отырып. Мынау тәттілер, анау бауырсақ. Біз өзімізге жұмақтай көрінген дастарханға бас қойдық. Бірнеше күн қарын тоқ жүретінімізді ойлап іштей қуандық. Кейін ойланып қарасам, анам біз үшін ұялуды, намысты ысырып қойып, тойханада қалған тамақты жинап әкелуге мәжбүр болған екен. Сонда да ана жүрегі ештеңені білдіртпейтін, бәрімізге күлкі сыйлауға тырысатын. Кейде сол кездерді есіме алып, анамның еңбегіне қайран қаламын. Ол бізді аш қалдырмау үшін неше түрлі амал жасады. Ал біз, бала жүрекпен, оның жүрегіндегі ауыр жүкті сезінбеппіз. Үйдегі ерекше қыз болдым. Басқалары қара торы болса, мен сары қыз едім. Көздерім ботадай, бір қараған жанды баурап алатындай сұлулығым болды. Сол сұлулыққа сендім. Сабақты дұрыс оқымадым. Мектепті 9-шы сыныптан кейін тастап, техникалық колледжге көп балалы отбасынан болғаным үшін түстім. Стипендиясы бар. Қажет емес мамандықты оқыдым. Яғни құрылысшы сылақшы деген. Ол жерде бірыңғай ұл балалар. Көбі өзім сияқты ауылдан келгендер. Қыздардан жалғыз өзім болдым. Группаның гүліне айналдым. Сол сезім мені өзгелерден биік еткендей ерекше бір мақтаныш сыйлады. Ұлдар маған ерекше көзқараспен қарайтын. Үнемі жанымда біреу жүретін. Бірі арқамнан сөмкемді көтерсе, бірі қолыма бірдеңе ұстатып көмектесуге дайын тұратын. Ал мен болсам, осының бәрін өзімнің сұлулығымның арқасы деп ойладым. Ештеңе үйренуге тырыспадым. Сабаққа салғырт қарадым. Өйткені мен қайда барсам да, мені осылай аялап, алақанына салып жүреді деп ойладым. Бірақ өмір олай болмай шықты. Колледж бітті. Қолымда сылақшы дипломы бар. Бірақ мен бұл мамандықты мүлде меңгермеген едім. Бұрынғыдай жанымда мен үшін бәрін жасап беретін топтағы ұлдар жоқ. Әлем мүлде басқа екен. Сол кезде барып, мен бәрін басқаша түсіне бастадым. Мені сүйкімді жүзім емес, мықты болуым құтқаратынын кеш түсіндім. Оқуды бітірген соң, ауылдағы ескі лашыққа қайтқым келмеді. Кафелерді жағалап жүріп, колледжде сабақ берген, өзімнен 12 жас үлкен Мақсұт ағаймен кездесіп қалдым. Маған керегі осындай үлкен, ақшасы бар, үйі бар ерке. Әйтпесе, шешем сияқты жоқшылықта өмір сүргім келмеді. Қаншама жас жігіт маған сөз салды, бірақ бәрінің жағдайы мәз емес. Өзім сияқты сіңірі шыққан кедей отбасының балалары. Сол үшін олардың сезімін қабылдамадым. Мақсұт ағай денелі, нағыз еркек мінезді адам болатын. Сол күні кафеде екеуміз шарап іштік. Көп ұзамай түнді бірге өткіздік. Ол менің қыз екенімді біліп қатты қуанды. Маған өлердей ғашық болды. Сол бір түннен кейін оның көңілдесіне айналдым. Ол мені бәрінен жоғары қойды. Үй, ақша, сыйлықтар менің өмірім өзгерді. Бірақ оның отбасын ойран еттім. Әйелі мен 2 баласы бар еді. Ол кезде ештеңе ойламадым. Бар ойым жағдайым жақсы еркекпен бірге болу. Арманым орындалды деп мәз болдым. Бірақ өмір ертегі емес. Біреудің көз жасымен келген бақыт баянды болмайды. Оқуды бітірген соң, ауылдағы ескі лашыққа қайтқым келмеді. Кафелерді жағалап жүріп, колледжде сабақ берген,
өзімнен 12 жас үлкен Мақсұт ағаймен кездесіп қалдым. Маған керегі осындай үлкен, ақшасы бар, үйі бар еркек. Әйтпесе, шешем сияқты жоқшылықта өмір сүргім келмеді. Қаншама жас жігіт маған сөз салды, бірақ бәрінің жағдайы мәз емес. Өзім сияқты сіңірі шыққан кедей отбасының балалары. Сол үшін олардың сезімін қабылдамадым. Мақсұт ағай денелі, нағыз еркек мінезді адам болатын. Сол күні кафеде екеуміз шарап іштік. Көп ұзамай түнді бірге өткіздік. Ол менің қыз екенімді біліп қатты қуанды. Маған өлердей ғашық болды. Сол бір түннен кейін оның көңілдесіне айналдым. Ол мені бәрінен жоғары қойды. Үй, ақша, сыйлықтар менің өмірім өзгерді. Бірақ оның отбасын ойран еттім. Әйелі мен 2 баласы бар еді. Ол кезде ештеңе ойламадым. Бар ойым жағдайым жақсы еркекпен бірге болу. Арманым орындалды деп мәз болдым. Бірақ өмір ертегі емес. Біреудің көз жасымен келген бақыт баянды болмайды. Мақсұт ағай мен үшін отбасын тастады. Біз мешітке барып неке қидық. Бірақ бұл жаңалық ешкімге жақпады. Мақсұттың отбасы да, менің әке-шешем де біздің бас қосуымызға қарсы болды. Тіпті шаңырақ көтергенімізді тойламақ түгілі бізге бір ауыр жылы сөз айтқан жан болмады. Мақсұттың отбасы мені келін ретінде қабылдағысы келмеді. Ал оның әйелі өте жуас, тәрбиелі әйел екен. Оның орнында басқа біреу болса, менің шашымды жұлып, айқай шығарып, төбелес жасауы мүмкін еді. Бірақ ол өйтпеді. Тек көздерімен үнсіз жылады. Оның жанарындағы ауыр мұңды мен елемедім. Кетерімде оған мысқылдап: Мақсұттың мазасын алушы болма. Сен қартайғасын, мені өзіне әйел етті. Дедім де, есікті тарс жауып шығып кеттім. Мен сол кезде жеңіске жеттім деп ойладым. Өмірім өзгерді, енді маған ешқандай қиындық болмайды деп сендім. Бірақ мен ол көз жастың, ол үнсіз жанардың бір күні мені де табатынын білмеппін. Арада жылдар өтті. 2 қызды дүниеге әкелдім. Аралары 2 жас. Анам сияқты топырлатып туғым келмеді. Бірақ сол 2 қызды туғаннан кейін Мақсұт маған суық тарта бастады. Жалыққандай. Шуды шығарды. Оған себеп өзім. Мен оның бұрынғы әйелі сияқты пысық әйел болмадым. Үйде бәрін дайындап, отағасының жағдайын жасап отыру маған жат еді. Ал Мақсұт жасы ұлғайса да, алғашқы әйелі Жәмиланы ұмытпады. Тіпті ішіп алған күндері: Сен Жәмила сияқты бола алмайсың. Оған ешкім тең келмейді. Сенің кесіріңнен одан айырылдым. Деп жылайтын. Оның осы сөздерінен кейін арамызға суықтық кірді. Мен ешқашан жұмыс істемедім. Байдың әйелі сияқты сылаңдап жүретінмін. Үйдің іші шашылып жатса да, оны реттеуге құлқым болмады. Қыздарыма да салғырт қарадым. Олар садикке кетсе, өзім көшеде қаңғып жүре беретінмін. Тағы да жылдар өтті. Мақсұт екеуміз ит пен мысықтай болдық. Ол ішсе, мен де ерегесіп ішімдікті аузыма алатын болдым. Сол күндері тұңғышым 1-ші сыныпқа барды, ал 2-ші қызым небәрі 5 жаста еді. Көп ұзамай Мақсұт жұмыстарында қысқарту болып, ол жұмыстан шығып қалды. Бөтелкемен әбден дос болды. Бұрынғы балалық шағымдағы жоқшылық қайта оралғандай. Бірде Мақсұт жұмыстағы бастығымен үйге ішуге келді. Әлгі бастығы 200-ді, жылмағай адам еді. Ол күйеуіме: Сәл шыда, жақында жаңа жұмыс орындары ашылады. Сендей шеберлер далада қалмау керек. Деп алдап тәтті сөздермен жұбатты. Күнде арағын, тәттілерін көтеріп үйге келіп жүрді. Ал мен болсам әлгі бастыққа қызыға қарадым. Өйткені ол бастық. Ақшасы бар. Мен оны да Мақсұт сияқты шыр айналдырып алғым келді. Енді Мақсұттан еш пайда жоқ екенін түсіндім. Қыздарымды қабылдамаса, жетімдер үйіне өткізе саламын. Маған бәрібір. Бастысы, өзім баршылықта өмір сүрсем болғаны. Өзім әлгі еркекті көзіммен сүзіп алдында бұлғаңдап жүрдім. Ол еркек бірден байқап, күйеуімді мас қылып өзі аздап ұрттаған екен. Ас үйде жүргенімде, артымнан келіп құшақтап, қолдарын төмен қарай сумаңдатты. Маған да керегі осы еді. Сол күні 2 қыздың бөлмесінің сыртынан құлыптап, ас үйге әлгі бастықпен берістім. Ол да қайтпайды екен. Ас үйдегі стол үстінде болғанбыз.
Ол стол шиқылдап әбден естен кетпес айқас болды. Мақсұт болса арағына сылқия тойып ана бөлмеде сасып жатыр. Ал мына бөлмеде досым деп жүргені қатынын итеріп жатса да оған бәрі бір сияқты. Біздер осылай махаббат болып жүргенде 6 ай өтіпті, әлгі бастық мені әйелі етуге асықпады. Бастықтың әйелі, балалары бар. Тіпті келіндері мен немересі бар екен. Бірақ маған қалаған ақшамды беріп жүрді. Мейлі бір күні әйел етеді деп үміттеніп жүрсем, ол есуас бастық менен жалығып менің кішкентай қыздарыма көз салғанын білмей қалдым. Жаңа жыл еді. Мақсұт мен әлгі есуас бастық үшеуміз іштік. Әдеттегідей Мақсұтты ұйықтатып тастап, сол бөлмеде мені аймалап екеуміз итерістік. Сосын екеуміз тағы іштік. Мен ұйықтап кетіппін, әлде ол айуан ұйықтататын дәрі берді ме? Ұйқыдан тұрсам, 5 жастағы қызым жылап жатыр екен. Зыңдамай өшір үніңді. Неге жылап жатсың деп айқайлап ас үйде су ішуге бардым. Сол кезде 7 жастағы қызым қасыма келіп аяқ-қолы дірілдеп кеткен. Мама, аялана аға жылатты. Ол қазір бір жері қанап жатыр. Ол аға әпшуін тұқты. Мына сөзден соң есімді тез жиып қыздардың бөлмесіне жүгірдім. Барсам байғұс қызым әбден қорқып жылап жатыр екен. Дереу жедел жәрдем шақырып іс сотқа кетті. Барым деп сенген адам азғын болып шықты. Ақшасы бар сол адам 2015 жылы түрмеге түсті. Бірақ небәрі 1 жыл ғана отырып бостандыққа шықты. Осы оқиғадан кейін бәріне өкіндім. Бірақ бәрі кеш еді. Мақсұт мені кінәлады. Оның ашуында шындық бар еді. Мен де бәрін бүлдірдім. 2 қызымды сол күні ақ жетімдер үйіне өткізді. Өйткені көршілер мені ішімдікке құмар деп түсініп берді. Мен ата-ана құқығынан айырылдым. Қазір үлкен қызымда, кіші қызымда бой жеткен. Бірақ мені жек көреді. Мендей анасынан бас тартты. Оларды жақсы әйел асырап алды дегенмен, мен оларға ара-тұра ақша жіберіп тұрамын. Кінәмді жуғым келеді. Қайта түзу жолға түстім. Әр жерде жұмыс істеймін. Инстаграмнан анасы мен қызының махаббатын көрген сайын жылап аламын. Өйткені менде қыздарыммен ондай қатынас болған жоқ. Ішімдегі сырымды осылай айтып жеңілдегім келді. Бірақ жүрекке түскен дақ ешқашан кетпейді екен. Әттең, әңгіменің соңы арнама тіркеліп лайк басып ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.